Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи ва салату ва саламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бір бауырым сұрап жатыр, кейбір бауырлар Мысырға немесе басқа да араб мемлекетіне діни білім аламын деген мақсатпен шығу үшін бала шағасына жеке мектепте оқып жатыр деген жалған құжат жасатады екен дейді. Осының шариғаттағы үкімі қандай? Осы туралы ғалымдарымыз не деген деп сұрап жатыр. Осы сұраққа жауап: біріншіден, діни білім оқу бұл ғибадат. Ғалымдарымыз айтқандай, бұл ғибадаттардың, нәпіл ғибадаттардың арасындағы ең абзалы, яғни білім талап ету, және Аллахқа ең сүйкімдісі болып есептеледі. Екіншіден, құлшылық дұрыс болу үшін оған апаратын жолдар шариғат рұқсат етілген жол болу керек. Сондықтан Аллах жек көретін іс арқылы Аллахтың разылығын табу мүмкін емес. Үшіншіден білу керек нәрсе: жалған құжат жасату ислам дінінде үлкен күнәлардан болып есептеледі. Аллах тағала мысалы Құранда Рахманның құлдарын сипаттағанда айтады: «Уаллазина ла яшхадуна аз-зура ва иза марру бил-лагви марру кирама». Олар, яғни Рахманның құлдары, жалған куәлік етпейді, бос түкке тұрмайтын сөз немесе әрекетті көрсе, байсалдықтан ажырамай өтіп кете береді деген. Және де хадисте айтылады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына сендерге үлкен күнәлар туралы айтайын ба деп сұрайды. Сол кезде сахабалар әрине Аллахтың елшісі деп айтады. Ол айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жауабында айтады: Аллахқа серік қосу, яғни үлкен күнәлардан. Екіншісі, ата-ананың айтқанын істемеу. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам сүйініп жатқан халінен тұрып, өтірік сөз, өтірік куәлік, өтірік сөз, өтірік куәлік деп қайта-қайта айта берді. Осын хадистен нені аламыз? Осындай өтірік сөздер, жалған куәліктер үлкен күнәлардан екендігі осы хадис бізге дәлел болып есептеледі. Сондықтан осы өтірік куәлікке біздің ғалымдарымыз жалған құжаттар жасатуды кіргізген екен. Төртіншіден, жалған куәлік жасау заңға қайшы әрі басшыға қарсы шығу болып табылады. Ол да біздің дінімізде, исламда күнәлі істерден болып есептеледі. Сондықтан біздің шейх Абдул-Мухсин Аббад сияқты, шейх Абдулла Бухари сияқты ұстаздарымыз визасыз немесе басқа құжатсыз Мединаға келіп дін оқудан қайтарған екен. Және бұны күнә әрі басшыға бағыну қағидатына қарсы деп айтқан екен. Мен өзім жеке шейх Абдул-Мухсиннан да естідім, шейх Абдулла Бухаридан да осы нәрсені естіген едім. Сондықтан осы қорытындылай айтатын болсақ, сүннет иесі бұндай істен пәк болу керек, яғни жалған құжат жасатудан пәк болу керек. Ол оның міндеті. Сүннет иесі Аллахтан қорқып, бұндай күнәларды тастап тәубе ету керек. Күнәлі жолмен алынған білімде береке болу да бірталай, ол болмау да мүмкін, ол береке. Сондықтан Аллах тағала баршамызды туралыққа салып, ақиқатты берік қылсын, дұрыстықты көрсетіп, оған еруді әрі бұрыстықты көрсетіп, одан алыстауды нәсіп етсін. Аллаху алям, саллаллаху аля набиина Мухаммад.